Сәлем, қалайсыздар? Біз бүгін блинчик дайындаймыз. Ол үшін бізге керектілері 3 дана жұмыртқа, сүт, 1 литр сүт, сұйық май, шекер және ас содасы немесе разрыхитель және араластыру үшін венчик керек және босқа ыдыс. Біз алдымен жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқамызды жарып алып, енді осыны жақсылап араластырамыз және оған шекер қосамыз. Міне біз қантымызды салдық, енді жақсылап ағарғанша араластырамыз. Міне достар, біз араластырып алдық, енді бұның үстіне сүт құямыз. Сүт құйып араластырып алдық, енді 1 шай қасық ас содасын саламыз. Сосын тағы араластырамыз. Енді сұйық майымызды құямыз, жабысқанмау үшін. Міне біз майымызды араластырып алдық, енді оның үстіне ұн қосамыз. Ұнды қатты сұйық емес, және қатты қою болмау керек, және орташа болу керек. Кеттік. Артықтері қалмау керек, жақсылап араластырып тұрамыз. Міне достар, мен жақсылап араластырып біттім. Бізге мынандай кішкене ожау керек, міне. Осындай сұйық болу керек. Қазір табаға құйып көрсетемін. Міне мен табамды қыздырып жатырмын. Кішкене сұйық май құйып жібердім. Біріншісі жабысқауы мүмкін. Сәл қызған соң құйып көрсетемін. Міне достар, табамыз қызды. Қазір құямын. Міне достар, мен құйдым. Қазір 1-2 секундта асты қызара бастайды. Келесі бетіне аударып, солай барлығын пісіріп аламыз. Тесік болып, әдемі болып шығып жатыр. Міне достар, келесі бетіне аударып алдым. Ыстық, байқап, абайлап істеу керек. Ас болсын. Міне достар, әдемі болып шығып жатыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар. Ас болсын.